Әкесі баласына кішкентай құлын сатып әкеп берді. Бірақ бала батыр оны әлі білмейді. Ұйқысынан оянып, тісін тазалап, тамағын ішті. Анашым, қарашы, мен тамақтың бәрін тауысып қойдым деді. Тамақты жақсы ішсең балам, ауырмайсың, күшің көп болады, жақсы ойнайсың деді. Осы кезде даладан әкесі кіріп келіп, балам, қайдасың? Жүр, мен саған бір нәрсе әкелдім, жүр, көресің бе деді. Баласы, әкешім, көремін деп, бала батыр жүгіріп барып, жылы киімін киіп, аяқ киімін киіп, далаға асықты. Есіктің алдына шықса, әкесі кішкентай құлын ачу әкеп беріпті балаға. Баласы қуанып, әкешім, мынау маған ба деді. Әкесі, балам, бұл құлын саған. Құлынды сен мінесің, атын өзің қоясың, жуындырасың, тамақ бересің деді. Алақай, керемет, енді менің жақын досым болады. Рахмет саған әкешім деп, бала батыр жүгіріп барып әкесінің бетін бір сүйіп алды. Басында балақай құлыннан кішкене қорқақтады. Сосын қорықпай, мен батырмын ғой, мен құлыннан қорықпаймын деп, жақындап құлынның басын сипайды. Сол кезде құлын деп баладан қорықпай екеуі бір-біріне жақындайды. Сосын бала батыр айтады, құлын, қорықпа, мен саған тиіспеймін, екеуміз дос боламыз деп жүгіріп барып үйге кіреді. Үйге кіріп, анашым, маған сәбіз берші, мен құлынға тамақ беремін дейді. Анасы бір сәбізді жуып тазалап, турап кесіп бала батырға береді. Бала батыр жүгіріп шығып есік алдына шықса, құлын күтіп тұр екен. Құлыншағым, мені сағындың ба деп бала батыр қолындағы сәбізді береді. Құлын ап деп бірінен соң бірі сәбізді жеп қояды. Сосын рахмет дегендей деп бала батырды айналып құлын жүгіреді. Оларға қарап тұрған әкесі мәз болып, қане балақай, енді қорықпай құлынға міне ғой дейді. Құлын екі құлағын тұржитып, басында мінгізгісі келмейді. Сосын балақай айтады, құлыншақ, құлын, мен саған жаңа сәбіз бердім ғой. Енді сен мені мінгіз, екеуміз шауып ойнаймыз дейді. Әкесі көтеріп, құлынның үстіне баланы отырғызады. Бір кезде құлын шошып кетіп, орнынан қатты шауып жүгіре кетеді. Үстіндегі балақай да қорықпай, бала батыр жалынан ұстап алып, құлынмен бірге үстінде отырып жүгіріп барады. Құлын, тоқта, мен қазір құлаймын. Құлыншағым, тоқта дейді. Ақылды құлын балақайдың тоқта дегенін тыңдап тоқтай қалады. Жарайсың құлыншағым, мен құлап қала жаздадым, рахмет саған деп құлынды құшақтайды. Міне осылай ең алғаш балақай құлынға отырады. Кейін күнде құлынға отырып, екеуі бірге серуендейді. Күндердің күнінде екеуі серуендеп келе жатып, бір ағаштың жанынан кішкентай балапан тауып алады. Бала батыр оны алақанымен ұстайды. Чип, мен құлап қалдым дегендей, солай жылайды. Балақай, қорықпа балапан, мен сені үйіңе апарамын, үйің қайда дейді. Чип, менің үйім ағаштың үстінде, құлап қалдым дегендей ағашқа қарайды қайта. Бала батыр оны дереу түсіне қояды. Балапан, сен ағаштан құлап қалдың ба? Сені мысық жек қоймасын деп қолын созып көкке көтереді. Қолын көкке созады, бірақ ағашқа жетпейді. Ұясына балапанды сала алмайды. Осыған қарап тұрған құлыншақ шауып келіп, менің үстіме мін дегендей секіреді.
Бәрекелді, табылған ақыл деп балақай өзінің құлының үстіне мінеді. Сөйтіп, қолдары ұяға жетіп, балапанды орнына қояды. Балапан қуанып, чип-чип, чип-чип деп екі қанатын қағып, рахмет айтады. Бала батыр құлынға: кеттік құлыншақ, үйге қайтайық, бізді анашым, әкешім күтіп отырған шығар, жүр соларға барайық дейді. Құлыншақ орнынан секіріп, қуанып, құйрығын көтеріп келіседі. Балақай үйге келіп: анашым, мен жаңа кішкентай балапанды үйіне апардым. Ол тонып қалыпты, қорқып тұр екен. Мен оны құлыншақ екеуміз оны ұяға қойдық дейді. Жарайсың балақай, ақылдым сол деп құшақтап маңдайынан иіскейді. Жарайсың балақай, осылай өзіңнен кішкентайларға, кішкентай балапан, мысықтарға, мяуға, бөпеге көмектесіп жүр, жарайсың ба, сен ақылдысың ғой дейді. Балақай балапанға көмектесемін деп қатты шаршаған екен. Төсегіне барып, ертегісін тыңдап, тәтті ұйқыға кетеді.